18 жастағы Шерхан Қалмырза УЕФАның назарына ілікті. Ресми аккаунт жас қақпашының Чемпиондар лигасындағы алғашқы ойынында гол жібермей уақытын ұзақ сақтай алғанын мойындады. Матчтың 21 минутында Қалмырза Педро Хюльманттың орындаған пенальтиін қайтарып, Чемпиондар лигасы тарихындағы 11 метр соққыны тойтара білген ең жас қақпашылардың бірі атанды. Бұл сәтте оның жасы небәрі 18 жас 96 күн болған. Шерхан осылайша Чемпиондар лигасында дебют жасаған ең жас 3 қақпашының қатарына енді. Ол бұл көрсеткіш бойынша мадридтік Реалдың аңыз қақпашысы Икер Касильясты да басып озды. Тағы бір қызықты факт: Шерхан Қалмырза әлі Қазақстан премьер-лигасында ресми ойын өткізбеген. Оның дебюті дәл осы Португалияның Спортингіне қарсы матч болып отыр. 2026 жылдан бері Қайрат академиясында жаттығып келе жатқан Қалмырза биыл бірінші лигада Қайрат жастар құрамында 7-ші матчқа қатысқан. Өз қақпасына 4 гол жіберіп алғанына қарамастан, фанаттары оның бойы өсіп, жілігі жуандайтынына сенеді. Қазір Шерхан Қалмырзаның бойы 187 см, салмағы 75 келі, 18 жасында Чемпиондар лигасында ойнап, пенальти қайтару үлкен жеңіс екені анық.